саламатсыздар ма? Менің есімім Сауле, Нұр-Сұлтан қаласынан болам. Жасым 29-да, 2 баланың анасымын. Дорамарин қабылдамас бұрын біздің үлкен баламның 4 жаста. Оның тәбеті болмай, жаңағы ұйқысы нашар болды. Сонымен қатар гемоглобин да төмен болды. Сол себепті дорамарин витаминін қабылдауды шештік. Баламның тәбеті болмағандықтан витамин іздеп, сол көршімнен естідім, дорамарин жақсы көмектеседі деп. Өйткені ол өз баласына да беріп жүрген. Сол себепті дорамаринді алдық. Бір курсын іштік. Бір курстың өзінде результатын сразу көрдік. Дорамарин қабылдап бастағаннан кейін баланың тәбеті ашылды, ұйқысы жақсарды және анализдері жақсы көрсеткіште болды. 2 баланың да, екеуіне де бердім. Жылдам жеткізу, баланың денсаулығын 2-3 күнде бір сұрап тұрады, жаңа звондап хабарласып педиатрлар. Сонымен маған ұнады. Дорамаринді әрине кеңес беремін, өйткені ол балаға пайдалы біріншіден, және де оны бала өз еркімен ішеді да, өйткені дәмі де өте жағымды. Сол себепті ешқандай қиыншылық болмайды деп ойлаймын оны балаға беруге. Дорамарин компаниясына алғысым үлкен, себебі 2 баланың да тәбеті ашылып, ұйқылары жақсарып, анализдері бәрі жақсы болды. Енді тағы қабылдаймыз деп ниеттеміз. Компанияға үлкен рахмет, және де бізді биотехнолог Айгерім есімді қыз өте жақсы, және апта сайын звондап хабарласып, баланың жағдайын сұрап, дорамарин тағы керек па деп бәрін сұрап, жеткізу де бар. Барлығы жақсы. Барлық жағынан ұнады.